Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге чебуреки, яғни май самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Бізге керекті жылы су, үстінен 1 шай қасық тұз салып араластырып аламыз ерігенше. Ұнның ортасын ашып, 1 дана жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын грамын описание қалдырып кетемін төменге. Үстіне жаңа араластырған суымызды құйып, жұмыртқамызды езілгенше араластырып аламыз. Сосын барып қамырымызды қоса илейміз. Бізде жұмсақ қамыр иленуі керек. Міне дәл осындай етіп 10 минутқа қойып қоямыз, июі қанғанша. 5 минуттан кейін тағы да зуалалап жіберсеңіздер болады. Бізге енді картошканы суға пісіріп алдым. Үстіне дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз және картошка езетінен еземіз. Картошканы пісірген соң ыстықпай ашып, ыстықпай осылай езіп алсаңыздар, картошкаларымыз түйір-түйір болмай бір келкі езілетін болады. Қамырымыздың июі қанды, қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз жайғанға ыңғайлы болу үшін. Үшеуін де домалақтап, зуалалап қойып қоямыз. Қазақша каналды қолдап, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңізді тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді баса кетіңіз. Қамырды енді жайып аламыз. Жабысса кішкене ұн сеуіп тұрып жайыңыздар. Қатты жұқа қып жаймаймыз. Кеспе көженің қалыңдығындай болады. Қамырымызды дәл осылай жайып алдық. Енді менде мынандай жүрекше бар. Осы жүрекшемен кесіп аламын. Егер сіздерде жоқ болса, ештеңе етпейді. 4 бұрышты етіп, мантының көлемінде етіп, кесіп алып, жан-жағын шанышқымен басып шықсаңыздар да болады. Жалпы жүрекшемен істесеңіздер, дастарханға қойғанға сәнді, әдемі көрінеді. Барлығын осылай ойып аламыз міне. Енді бір-біреулеп ортасына картошкамызды салып, жан-жағын бір кесеге су құйып, жан-жағын сулап шығамыз. Үстіне екінші кесілгенді қойып, басып шет-шетін шанышқымен басып шығамыз сосын. Не көрсеткендей. Дәл осындай жүрекше алып қойсаңыздар болады. Ұзағына жарайды. Әрбір ас үйде осындай кесетін құралдардың болғаны дұрыс. Жан-жағын осылай сулап алып, жаңағыдай жабыстырып, шет-шетін шанышқымен осылай басып шығамыз. Барлығын басып шықтық, дайын болды. Енді ыдысымызға май құйып отқа қоямыз. Қызған соң үстінен чебурекимізді саламыз. Дәл осылай пісіріп аламыз. Асты қызарған соң аударамыз. Қатты отқа қоймаңыздар, орташа отқа қойып пісіріп алыңыздар. Қатты отқа қойсаңыздар күйіп кетеді. Каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, сол шеттегі все дегенді белгілеп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді баса кетіңіз. Каналымның одан ары дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Істеп көріңіздер, ас болсын.